саламатсыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, менде ең қатты қуанатын нәрсе бар. Мен ең бірінші вип-хаустағы Луна, Дәулет, Диас үшеуін жасаған, осы ойындар жасағаным актив күшті болып жатыр. Сосын мен екінші частын салдым, ол осыдан кейін шығады. Жоқ, сол бірінші бөлімнен кейін ертесі күні шығады. Ал бүгін мен сол кезде мына үшеуін жасадым. Мынау Рахат, Мона и Жасмин. Ал бүгін мен Хома, тағы бір өзім Билли Айлиш, сосын тағы да бір адам жасаймын. Қазір көретін боласыздар. Біріншіден бұларды өшіреміз. Менде видео бар осыларды істеген, так что не обидно. Давайте басайық. Мен ең біріншіден Билли Айлишті жасаймын. Оның андай ол аппақ қыз негізінде. Примерно такая вот. Осындайды аламыз. Сосын көздері бар. Осындай болмайды ғой. Көзі. Примерно осыны қоямын. Сосын оның көзі жасылмадым. Мен оны қайна қатты көре бермеймін, бірақ танымал адам болған соң істеп отырмын. Қазір қайтып ораламыз. Жалғастырамыз. Сосын оның қастары. Мынаны қояйық. Осы нормально оған. Осы түспен мынау. Осы бола берсін. Аузында ода мына жақта. Нет, осы болсын. Сосын ода мынандай. Білмеймін, бірақ мынаны қояйық, давайте. Осы жақсы сияқты. Оның шашы мына жақта дайын тұр. Тек түсін былайынан мысалға. Негізі мынау осының өзінің шашы ғой негізі. Қиыда ғана. Осыны қояйық, давайте. Ал артындағысы уже қара болады уже. Мынаны қоямыз. Бұл қандай болады? Қандай болады? Қара қылайық. Не. Осы болады бізде. Ой, мен мынаны тыңдап едім ғой. Міне. Вот, шашы дайын. Болды, короче. Сосын басында ештеңе болмайды. Аксессуардан мұрнында пирсинг бар ма? Қазір. Осыны тақып қояйын мен. Сосын ол қап-қара киінген. Мынандай футболка немесе қара қазір. Басқа футболка көремін. Мынау бар. Немесе мынау бар, мынау бірақ онша ұнап тұрған жоқ. Ну, давайте осыны кисін. Немесе мына жақтан. Ну, давайте соны киеді. Сосын қара шалбар киеді. Мынау бар. Мынауын кисін ба, деп тұрмын. Ну, давайте соны киеді. Сосын аяқ киімі осы болсын. Енінде бірдеңе қосайын мен оған. Болды, осы мен әдем секілді. Вот, достар, бізде бірінші Билли Айлиш. Мен атын айта алмайтынмын, короче, сол. Өздеріңіз білесіздер ғой. Сол қызды істедім. Ашу. Міне, бізде первый участник. Енді екіншісі мен Хоманы жасаймын. Хома Йола хаустағы, бірақ шығып кетті. Ол осы оның несі, да. Осы.
сосын олына көз аламыз. Оң көздері қоңыр кәдімгі. Сосын қастары какой бұл қандай енді жоқ. Осыны алайын, бұл қоңыр болады. Сосын оның аузын андай хомяктар ұқсап болады. Десең, бұл болмайды. Так. Осылайынан күледі. Сосын ондай мұрнынан не жағады ойнады. Осы болады. Оның шашы қызыл, андай сәл келселеу. Например, мынау. Осы болады секілді. Итак, осы. Қандай қызыл еді? Қазір мына жақтан алысқанын көрейін. Жоқ, бұл емес. Мынандай қызылдардан көреміз қазір. Осын жоқ. Мен осыны қоямын. Артындағын өшіреміз, немесе бір кішкентай не табамыз. Болды, алып тастаймыз артындағысын. Болды. Кейін бізде мындай бас киеміз мынадан. Ол да ішіне тақпайды секілді, бірақ мен мындай тағатын беді ғой. Мынадан тақсын. Жоқ, бұл емес. Қысыр ұштағы оған хомяк деді, ештеңе жоқ па? Бұл хомяк емес та, бірақ. Жоқ, достар, меніңше мынау жақсы, осыны тақсын. Сосын оның сырға тағамыз, или очки тағатын ол. Очки тақсақ ұқсамай қалады секілді. Бұл үшін мынандай сырғасын тағамыз. Сосын футболка, одандай жасыл футболка мен ақ шалбар болатын еді. Сондай жасыл футболка киеміз, немесе басқа жасыл деп көрейік. Бұл врачтардікі, бірақ бағанағы жасылды кигіземіз. Сосын астына ақ шалбар, мынау, немесе мынау, осыны кигізейік. Сыртында ештеңе болмайды меніңше. Мынаның жасылын кигізсекші. Ол күшті болады. Очкиін шешіп тастайын дедім, менше бағана. Оказывается, тағыла берескен, очкиін шешіп тастайық, ұқсамай қалады. Немесе мындайдан көрсек болатын еді, бірақ оның кимеген онша жоқ меніңше. Меніңше осы жақсы. Аяғына жасылға үйлесетін қандай не бар. Давайте осыны кисін, және де мындай не осым болады. Жоқ. Бұл достар, бұл бізде хома. Екінші адамымыз дайын уже, бұл да келді. Екеуі тұр, енді үшінші адамымызды жасаймыз. Плюс. Мен қазір ойланамын, кімді жасайтынды. Мен кімді жасасам болады, қандай атақты адам бар қыздардан, мысалға. Давайте Кика Ким. Мен Кика Кимді жасаймын. Оның тоны, например,
Ладно, осыны аламыз. Себебі осы ұқсайды. Бәрінде осы жатыр. Сосын оның көздері негізінде шымшып қойған, бірақ бұл жерде ондай жоқ. Өсіңе. Ну ладно. Или осындай ма? Мынаны бүйтіп қояйын ба? Дайте осыны қоямыз. Сосын қастары. Мынаны қоямын. Ай жоқ. Осы болсын, бірақ төмен түсіп кеткен секілді қастар. И все. Сосын аузы бұған мынаны қояйын. И тоже осындай бар. Немесе какой есть? Жоқ, бағанағы мынаны қоямыз. Сол десемен. Сосын оның шашы ұзындау, я ұзын. Анандай ұзын түсін. Осындай, бірақ андай сары оныкі. Осындай. И артындағысы мынау емес. Мынаны аламыз. Әдеттегіндей оны бағанандай қоңырау аламыз. Или басқа қайтып. Мен осыны қоямын. Бола берсін бәрі білсем. Қандай болса да. Сосын одан ештеңе жоқ, бірақ аны тақып қоямыз ба? Ладно, осыны тақсын. Немесе найкен. Вот осылайынан не секілді. Әдемірек секілді болды. Кейін одан да ештеңе жоқ деп ойлаймын. Тек сырғасын тағайық болды сонымен. Мынандай сырға тағайық. Ал киімді ода мен былай таңдамасам, мұнда қандай киім екені есімде жоқ уже. Осы дайте осы футболка, сосын немесе көрейін береді тағы да. Да, осы сосын астында юбка, тенниска юбка ежет, мынау. Сол. Вот, сол деп ойлаймын. Соны киесің. Ал сыртынан аяғына болса, осыны нешетін. Болды, достар. Бұл бізде кекка киім. Достар, менде болды уже. Вот, бұл кекка киім, Billie Eilish және Хома. Так, тоқтаңыздар. Мұнда отырыңыздар. Үшеуінде отырғызып қойып бір обложкаға алып алайын. Каким? Вот. Вот ничего не надо. И сделаем одно фото. Бұл достар, бұл менде слайна жасаудың үшінші часті уже. Біріншісінде Луна, Дәулет Диас, екіншісінде Мона Жасмин, рахат жасадым, ал бүгін міне Хома, Billie Eilish және Кика Ким. Егер де ұнаса видеоға лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Алда осындай өте қызықты видеолар көп шығатын болады. Сау болыңыздар.